Араның уы. Ертеде аралардың шағатын уы болмапты. Олар күні бойы гүлден гүлге қонып бал жинайды. Бірақ балын аңдар мен өзге жәндіктер тартып жеп қояды екен. Бір күні олар Құдайға арыз етіп, бізге бір қорғанатын қару бере көр, деп зарлапты. Тәңіршісі олардың мұңын тыңдап, сендерге бір ине беремін. Қорғаның сол болады, бірақ онымен адамды шақпайсыңдар. Кім адамды шақса, сол ара заматта өлім құшады дейді. Аралар келіседі. Содан бастап араның құйрығында улы ине пайда болыпты. Онымен адамды шақса, Құдайға берген серті бойынша сол ара өлім құшады екен. Араның көзі нашар көреді, бірақ иісті қатты сезеді. Бір шақырымда тұрған гүлдің иісін сезе алады. Омартаның аузында екі күзетші ара тұрады. Ол екеуі араларды тексеріп кіргізеді. Егер шырыны болмаса кіргізбейді, қайта ұшырып жібереді. Тәртіпке бағынбаса желкесін қияды.